Ассалаумағалейкум қазақ елі. Алматының іргесінде мына жерде Венера деген қарындасымыз бар. Мына үйде тұрады. Әйтеуір Алланың қалауымен бұл үйде күйеуінен қалған екен. Күйеуі қайтыс болды осыдан 3-4 жыл бұрын. Күйеуі эпилепсик болған. 4 баласы бар Венераның. Үлкені 9-да, кішкентайы 3-те. Енді балалар Аллаға шүкір әйтеуір аман. Мектепке баратындар бар. Екеуі мектепке бармайды. Жұмыс істей алмайды, өйткені кішкентай балалармен. По потере кормильца алуы мүмкін. Тоже жағдайлар аса емес, мәз емес. Туысқандары жоқ. Ешкім көмектесе алмайды. Осындай жерде тұрып отыр. Көрейік. Бісміллә. Шешек. Венера. Венера деген қарындасымыз осы. Кішкентай үлкен үйде ғой, иә? Көрген, шақырайын ба? Қыз ба? Иә, қыз. Жарайды, отырасыз. Балалардікі ғой, иә? Балдар жаңа күйеуіңіз 3-4 жыл болды, қайтыс болған дедіңіз, иә? 3 жыл болды. По потере аласыз ба? По потере кормильца аласыз ғой? Екеуі мектепте ғой, иә? Екеуі мектепте. Мерей деген осы қыз ғой? Иә. Садикке бара ма балалар? Иә, айсып аламын, айсыпадан өкімет төлеп береді. Мынандай, үлкен екен, связь бар. Неге связь бар? Мына күйеуіңіздің есі, мына қайтыс болған, ол эпилепсик дедіңіз ғой, иә? Күйеуім ана не қылған, енем өзі емдейтін ғой. Осы жақта Алматыда қайтыс болды ма? Иә, терапевт еттің емдеп. Енеңіз ғой, врач болған ғой? Иә, енем врач болды да сол. Күйеуім содан кейін не қылды ғой. Ол кісілер аман ба? Ата-енеңіз? Енем қайтыс болды, 6 ай бұрын қайтыс болды. Ол да қайтыс болды. Иә, екеуі бір жылда кетті ғой, 6 ай аралар. Ой. Болмаса тым жақсы болып неғып жүргенбіз. Мен бала туып үйде отырып едім. Жұмыс істемейсіз ба? Жұмыс қазір мына жерде базарға арасында шығамын, анам әке-шешем көмектеседі балдарға қарап. Әйтеуір көмектесіп тұра ма анда? Қалай не істеп тұр ғой? Иә, істеп тұр. Бәрі қалай, нормально ма? Енді қиын ғой, бірақ енді амалдап жатырмыз. По потере қанша аласың сонда сен? 89 мың. 89 мың ба? Иә, 4-еуіне. Балалардың киім бар, тамағы бар. Киім бар, садигі бар, тамағы бар. Садик бесплатно емес па сендерге? Неден 3-ке толғаннан кейін доход сұрайды екен да. АСП сияқты ма? Иә, оны шығарып тастады. Сол кезде ғана? Иә. Неге шығарып тастады? 3-ке дейін сұраған жоқ, 3-тен кейін доход сұрады. Доход менікін есептесе асып кетеді екен да. Не доход? 89 мың теңге. Ана көп баланың ақшасы бар ғой. Ол қанша аласың? 55 мың ол. 55 мың. мың. Екеуін қосқанда 140 мыңдай. Сол үшін АСП бермейді? Иә. Ой, Алла. Жаңа Қазақстан ғой бізде. Еще мен жұмысқа да кіре алмайды екенмін. Неге? 8 жасқа дейін выплатнойға центрға барып сұрасам, несі бар ғой. Мен балаға да қазір ақша алуым керек екен, өзім қарап отырғаным үшін ше. Оны бірақ алып жатқан жоқпын. Неге алып жатқансыз? Мен жұмысқа официально кіретін болсам, маған пенсиясын бермей қояды екен балаларым ше. Сонда қандай заң болғанын мен түсінбеймін да. Сонда мен үйде сол көп баланың ақшасын пенсиясымен. Ананы бүйтсең, мынадан шығып кетесің, мынаны кірсең, ананы лақтырып жібереді. Сол қалай сонда қандай заң түсінбедім мен ше. Сонда мен 89 мың мен 45 мың неге жеткіземін? Шынымды айтайын ба, менде мысалы юридический білім бар ғой, бәрі анандай білім да. Мен де түсінбеймін, мен кейде осындай нәрседен бар ғой. Таң қалам маған қандай заң. Осы маған қазақ халқына көмек беріп жатқандарыңызға көп рахмет. Осындай қиын қыстау кезегінде алдымнан шығып маған көп көмегіңізді тидірдіңіздер. Алла разы болсын. Хадия қайырымды қорына көп рахмет.